Ашық сабағымыздың тақырыбы адамның орталық жүйке жүйесінің құрылысы мен қызметі. Сабағымыздың мақсаты жұлын мен мидың құрылысы мен қызметін оқып білеміз. Енді студенттерге қойылатын сұрақ, адам жалпы өзінің айналасындағы жалпы ортаны танып, айта кетсек, денедегі мүшелерді және мүше жүйесінің бір қалыпты болуын қамтамасыз ететін, бұл үдерістің бәрін не қамтамасыз етеді? Я жұлдыз айтты ғой? Өте дұрыс. Жалпы бүгін біз сабақты бастамас және реттейтін жүйе, жүйке жүйесінің зерттейтін жалпы морфологияның бөлімін грек тілінде жүйке жасушасы болып атайды. Жүйке жүйесінің жалпы қызметтері рефлекстер арасында үш жүйесіне асатын болады. Енді қалай ойлайсыздар? Бізде жалпы жүйке жүйе нешеге бөлінеді? Қалай бөлуге болады? Бізде орталық жүйке жүйесі және шеткі жүйке жүйесі. Жалпы орталық жүйке жүйесі не шығады? Ал жаңағы шеткі жүйке жүйесі? Өте дұрыс. Ары қарай жаңа сіздер айтып кеткендей ми, орталық жүйке жүйесі ми және жұлын тұрады. Енді біз осы орталық жүйке жүйені қарайтын боламыз. Орталық жүйке жүйесі жалпы ми мен жұлыннан тұрады. Жалпы айта кеткендей, жұлын өзі омыртқа өзегінде орналасқан, ұзындығы ересек адамдарда 42-45 см құрайды, ал салмағы 37-38 см. Жұлынның жоғарғы ұшы сопақша мимен жалғасады да, ол жаңағы төменгі ұшы шашақтанып 1 және 2 бел омыртқа тұсында бітеді. Міне айта кеткендей. Міне біз жұлын. Оның бастапқы жағы жаңағы мимен байланысады да, төменгі жағы жаңағы 1 немесе 2 жұп талшықтарға белін бітеді. Жалпы жұлын бізде жұлынның алдыңғы және артқы жағында ұзындығы созылатын жаңағы тік сайшалар болады. Жұлынның дәл ортасындағы ішкі жалпы жұлын сұйықтығы сопты жұлын өзегі бар. Жалпы өзектің айналасында пішін көбелекке ұқсас жұлынның сұр заты, оның айналасын қоршап жатқан бізде ағзат. Сонымен жұлынның құрылысын ағзат жаңа айтып кеткен сыртында сұр заты ішкі жағында орналасқан. Оны қазір өздеріңізге жалпы тапсырма беру арқылы біз оны подробности қарап боламыз. Келесі, жұлынның екі түрлі қызметі бар. Екінші қызметі оның өткізгіш қызметі және екінші рефлекторлық қызметі. Жалпы жұлын 10 жасқа келгенде 2 есе өседі. Оның өсуі алғашқы жылы қарқынды жүреді, 4-6 жасқа келгенде жұлынның дамуы аяқталуға жақын болады. Дегенмен оның толық жүйелеуі 20 жасқа дейін барады екен. Сол кезде аяқталады. Енді кезекте ми жаңа туған сәбидің миының салмағы орта есеппен 360-390 грамм құрайды, ал ересектер адамның 1400-1450 граммды құрайды. Ал жалпы адамның ақыл ойы миының салмағымен байланысты емес, алайда жалпы 900 граммнан төмен немесе 2100 граммнан жоғары болса, ол жаңағы мидың бұзылғандығын білдіреді. Келесі, жалпы жаңа айтып кеткендей, адамның миы ақпаратты үлкен жаңағы көлемін қабылдап, оны өңдеуге қабілетті мүше. Ми жалпы бізде бас сүйек қуысында орналасқан дейміз. Адамның миының орташа жаңа айтып кеткендей 1300-1400 граммды құрайды. Ми негізгі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бізде ми діңі. Ми діңіге бізге сопақша ми,
көпір, ортаңғы ми, аралық және мышық және үлкен ми сыңарларынан тұрады. Ең басты 3 бөлікке бөлінеді. Міне, қарай. Айта кеткен кезде бұл үлкен ми сыңарлары. Екіншісі бізде аралық ми, үшіншісі ортаңғы ми, төртіншісі бізде ми бесінші сопақша, алтыншы мынау мышық неге бөлек тұр? Өйткені ол миды несіне кірмейді, бөлігіне кірмейді, ол миға жалғанып тұрғандықтан ол өзі бөлек ендігі кезекте сендерге тапсырма. Жалпы мына жерде топтан 3 адам тобына ми тақырыбына сіздер фото болайсыздар. Мынау жолын емес, мынау металл жеке жүйесінен сіздер ал алдарында берілген сіздерге 15 минут қана уақыт беріледі. солар жазамыз, орталық миды астына жазамыз да, ол үстін ала жазамыз. Орталық адам үшін ең маңызды орындардың бірі салмақты ересек адамдарда 1300 грамм аралығында болады осылайша салмақпен келіп кішкентай болғанда
Миын башка статистика боюнча мыйдын мыйзамы бойлонуп кетет. Жылуның басқа бөлігі су бақша ми арқылы басталып,
жаңағыдай шақшақтанып келіп, бірінші, және екінші белгімен отырғанда. Ya, bisa akses sesuai di sini. Apa boldu ya? Rasa da çok. Енді келесі сіздер шығасыңыз. Шылым. Екінші топ. Қошталамыз. Сәлеметсіздер, құрметті студенттер, мұғалімдер, біздің бүгінгі қорғайтын тақырыбымыз жолын және оның қызметі мен құрылысы. Көріп тұрғандарыңыздай, жылын анықтамабелгілері болса, орталық жүйке жүйесіне жататын жылын цилиндр пішінді омыртқа ұстасын өзенде орналасқан ұзындығы 42-45 сантиметрде, салмағы 34-38 граммды құрайды. Және де жоғарғы шеті сопақша миымен жалғасады. Төменгі шеті екінші артқа омыртқаға дейін созылып жатады. Сонымен қатар жұлын сыртқы өрмек тәрізді, жұмсақ және қатты қабықтармен жабылған. Қабық ортасындағы қуыста жұлын сұйықтығы бар. Қатты қабық әр жерінен сүйекпен жалғасады. Жұлынның ортасын бойлап жатқан сұйықтыққа толы өзен тәрізді сұр затты түйілуге болады. Енді сіздерге жұлынның құрылысын көрсетейін. Номер бірінші бізде ағзат, номер екінші сызат, және үшінші ол артқы сезгіш талшық, төртінші жұлын жүйелері, бесінші алдыңғы сезім талшықтары, алтыншы жұлын деңгейлері. Келесі бізде келесі тақырып үшінші сұрақ. Ми адам мүшесіндегі ең маңызды аргументтердің бірі желесіндегі адамда мидың орташа салмағы 1300-1400 грамм болады, ал енді кішкене балаларда одан аз. Ми латындарында ми аталады. Сырт қоректеледі, мінез-құлыққа жауапты орталық нерві жүйесінің меңгеру торабы. Ми баста, бас-сүйек қуысында орналасады. Ол мынандай бөлімдерден тұрады. Үлкен ми, аралық ми, және мишық ми көздері, ортаңғы ми. Қызметті қарады ғой? Сопақшаның рефлекторы және өткізгіштік қызмет атқарады. Көпір деген бөлік. Тепе-теңдік орталығы бар шайнау қызметіне қатысады. Мишық тепе-теңдік жағдайды сақтап өткізгіштік қызметін атқарады. Сопақша ми есту және көру ақпараттарына жауап береді, ал аралық ми үлкен ми сыңарларының аралығында орналасқан. Оның екі бүйір және қабырғалары бар. Алдыңғы ми ол ойлауға, сөйлеуге, қабылдауға жауап береді. Ми орталық жүйке жүйесі, ал мынау не? Жұлын. Вегетативті және соматикалық. Вегетативті ми бөліктерінен басталатын көзді қозғаушы талшықтар. Жалпы қан қысымы мен қан ағымына жауап береді. Барлық ішкі мүшелердің жүйелендіреді және сезгіш көз бөлшектеріне сегіз көз бөліктерінде орналасқан. Ол негізінде сопақша миымен қамтамасыз етеді. Ал соматикалық ол сезіну, көру, есту орган
организмдермен байланысады. Адам сыртқы мүшелерін қозғаушы. Және бұл жүйке жүйе жағынан мидың барлық безілерінде орналасады. Соматикалық жүйке жүйесінің организмнің сыртқы мүшелері және қаңқа бұлшық еттері жүйкеленеді. Соматикалық жүйке жүйесінің орталық жолының барлық сегменттеріне мидың барлық бөлімдерінде аралық мидан басқасында орналасады. Вегетативті жүйке жүйесі симпатикалық жүйе және парасимпатикалық жүйеге бөлінеді. Симпатикалық жүйесінің орталықтары жолының бірінші көкірек омыртқасы мен үшінші бел омыртқасының арасында орналасқан. Парасимпатикалық бөлім орталық сопақша мида, ми көпірінің және жолының сегізі бөлімінде орналасқан. Ми бөлімдерінен басталатын бұл бөлімнің жеке талшықтары көзді қозғаушы, бет, тер жұтқынша және кезеген жүйкелердің құрамынан шығып өзге таралатын мүшелердің маңында немесе жүйкелер мүшелердің ішінде ганглиялар түседі. Орталық беретін ба? Орталық беретін ба? Не қандай? Ми көпірі. Орталығы ғой жарық дұрыстады да реакция көрсетіп аралық. Енді жылының неше түрлі қызметі бар? Жалпы жылы қай жерде орналасқан? Мидың асты, мидың асты, мидың асты. Жалпы неше сегменттен тұрады білесіздер ме? Отыз неше? Бір. Ал мойынның жаңағы мойын жолының неше жұбы бар? Неше жұптан тұрады? Жеті. Жетеу мойын жұбы. Мойын жаңағы жолының жетеу. Ары қарай жалпы жаңа туған нәрестенің миының салмағы қанша? 300 грамм. Иә, примерно солай. Ал ересек адамдардың ал мидың толық жүйкелеу кезеңі қай жасқа дейін? 17 жасқа маңызды. Жалпы мидың салмағы жалпы адамның ойлау қасиетіне әсер етеді ме? Әсер етеді. Кім етеді? Әсер етеді. Жалпы жаңа айта кеткендей 9 граммнан төмен болса, 2500 граммнан жоғары болса, олардың жалпы осының сабағын аяқтайық. Жалпы тағы айта кетсек, бүткіл жүйке жүйесі жаңағы атқаратын қызметіне қарай қанша бөлінеді? Жүйке жүйесіне бөлінеді, екі жүйке жүйесіне бөлінеді. Бізде қайта вегетативті жүйке жүйесі, соматикалық жүйке жүйесі. Ал жалпы бізде вегетативті жүйке жүйесі нешеге бөлінеді? Өзі? Екіге. Иә, қандай? Симпатикалық. Иә. Симпатикалық. Парасимпатикалық. Соматикалық жүйке жүйесі, вегетативті жүйке жүйесі. Соматикалық жүйке жүйесі ол жалпы организмнің сыртқы мүшелеріне жеке қаңқа бұлшық еттерін жалпы жүйкелендіреді. Ал вегетативті жүйке жүйесі барлық ішкі мүшелердің жалпы қантамырлары, жүректің соғысына сондай соматикалық жүргізе жауап береді. Үй тапсырмасына келесі жаңағы көпіректе 43-ші параграфты оқып келу. 43-ші параграфты оқып келу. Енді жаңағы тақырыптың астындағы сұрақтар берілген ғой, сол сұрақтарға жауап беріп келесіздер. Параграфтың астында. Осы сабақ аяқталды.